Амброс Бирс, Жапалақ өзенінің көпірінде болған оқиға. Ол Алабаманың солтүстігіндегі теміржол бойындағы көпір астында жылдам аққан суға қарап тұр. Қолдары артына қарата байланған. Мойнына асылған арқаның бір ұшы төбесіндегі бөренеге бекітіліп, қалғаны тізесіне дейін салбырай түскен. Тұғыр есебінде шпалға бірнеше тақтай төселген. Өзі де бейбіт заманда негізінен шерифтің көмекшісі саналатын сержант. Басқаруындағы федералдық армияның екі бірдей солдаты да осы бір табан асты жасалған эшафотта тұр. Сәл әріректе капитан формасындағы қарулы офицер бой түзеген. Көпірдің арғы басы мен бергі басына бір-бір сақшыдан қойылған. Денелерін еріксіз тік ұстауды талап ететін сол жақ иықтарына қарсы асынған қарудан болар. Тұрыстары шаршаңқы көрінеді. Шамасы жолды неге бөгеп тұрғандарының себебін білу олардың жауапкершілігіне жатпайды. Бар міндеті ешкімді өткізбеу. Сақшылардың бірінің артынан тірі жан байқалмайды. Жүздеген шақырымға созылған рельс орманға кіріп, бұрылыстан кейін мүлдем көз жеткізбейді. Ол жақта да күзет болуы ықтимал. Жағалаудың арғы жағы жазық жер еді. Жазық баурай бөренеден тұрғызылған қорғанға келіп тіреледі. Қорғанның амбразурасынан, яғни тесігінен көпірге бағытталған жезді зеңбіректің аузы байқалады. Көпір мен қамалдың арасындағы бөктерде көрермендер тізіліпті. Еркін қалыптағы жаяу жүргіншілер ротасы мылтықтарының түбін жерге тией, сәл оң иықтарына қарата қисайтып, қолдарын айқастыра сап түзеген. Саптың оң қапталында жерге қадалған қылышының сабынан ұстап лейтенант тұр. Көпірдің ортасындағы төртеуден басқасының бірі де тапжылмады. Бағыттары көпірге қарасты ротаның сарбаздары қақ алдарына қараған күйі орындарында қатып қалыпты. Мүсін іспеттес. Сақшылардың әрқайсысы өз жағалауына қарап, көпірдің сәні үшін тізілгендей. Капитан қолдарын айқастырған күйде сарбаздарының жұмысына ескерту жасамастан үнсіз бақылауда. Өлім ерекше құбылыс, әрі оның жақын екендігін білсең, тиісінше күтіп алу керек. Бұл санаулы сәті қалғандарға да қатысты. Әскери әдептілік заңына сай үнсіздік сақтап, қыбыр етіп қозғалмау үлкен құрметтің белгісі. Асу жазасына үкімделген айыптының жасы шамамен 35-тің ар жақ бер жағында секілді. Киген киімінен қарапайым плантатор екендігін байқауға болады. Қыр мұрыны, ат жақтылығы мен кең маңдайы келбетін келістіріп тұр. Құлағын ашық қалдыра, артқа таралған қап-қара шаштары жақсы тігілген киімінің жағасына дейін түседі. Өзіне жарасымды мұрты мен шоқша сақалы болғанымен бетін жапқан сақалы жоқ. Мейірімге толы үлкен шегір көздеріне қарап, мойындағы арқанға не себеп болды екен деген ойға қаласың. Ол қарапайым қылмыскерге мүлде ұқсамайды. Алайда әскери режим саясаты үшін кез келген тап өкілін, тіпті джентльмендерді де өлімге қиып жіберуі қиын емес. Қажеттінің бәрін дайындаған соң сарбаздар бір адым артқа шегініп, өздері тұрған тақтайды жолдан алып тастады. Жазаланушының тұрған тақтайы шамамен 4-ші бөренеге дейін жететін. Тепе-теңдікті сақтап тұрған тақтайдың бергі басындағы капитанның салмағы. Сержант ізгілік көрсетіп, капитанның орнына барып тұрды. Капитанның ишарасымен сержант шетке бір адым жасауы тиіс. Сонда тақтайдың арғы басындағы жазаланушы тіреуден айырылып, екі бөрененің арасында асылып қалады. Ол бұл әдістің қарапайымдылығы мен тиімділігін мойындады. Көзі де беті де бүргелмегендіктен аяғының астындағы орнықсыз тақтаймен сарқыраған өзенге көз тастады. Судың ағысына қарай өзен бетінде қалқыған бір бөренені байқап қалды. Не деген жайбасарлық, не деген баяу өзен. Өмірінің соңғы сәтінде балалары мен әйелін ойына алмаққа тырысты. Бірақ таңғы күннің нұрына шомылған өзен мен жағаны қаптаған тұман, төмен жақтағы кішкене бекініс пен әскер жасағы, қалқыған бөрене, барлығы оның ойын бөлімен болды. Оның елең алаң күйін одан әрі арттырған бір түсініксіз беймаза дауыс жақындары ойлауға мүмкіндік бермеді. Балға мен металл бетін тықылдатып жатқандағы үнге ұқсайды. Не екенін түсінуге тырысып, құлақ салып көрген еді. Тым алыстан, бірақ кейде тым жақыннан естілетін секілді.
дыбыс белгілі бір жиілікте қайталанады, бірақ жерлеу рәсіміндегідей өте баяу аралықта. Ол келесі дыбысты тағатсыздана күтті, тіпті өзіне де белгісіз қорқыныш сезімі қатар жүрді. Жиілік ұзарған сайын үзілістерде адам төзгісіз қиындыққа айналды. Белгісіз үннің естілуі сиреген сайын үлкен күшке ие болып қуаттана түскендей, құлағын жарған бұл дыбыс қолындағы сағатының тықыл екен. Көзін ашқан соң көргені тағы аяғының астындағы өзен болды. Қолымды босата алғанымда мойымдағы арқанды шешіп тастап суға секіріп кетер едім. Егер терең сүңгісем, атқан оқтарына жеткізе қоймаймын. Жағаға жеткен соң орманның ішімен байқалмастан үйге жетіп алар едім. Үйім, Құдайға шүкір, шептен алыс орналасқандықтан әйелім мен балаларым қолға түсе қоймағаны анық, деп іштей топшылайды. Пейтон Факуэр, Алабаманың көне әрі құрметті әлеуетінен шыққан ауқатты плантатор. Өзі де құл иеленушілердің қатарынан болғандықтан оңтүстік штаттардың бөлінуіне қатысты саяси күрестің мүшесі. Оңтүстіктердің белсенді жақтаушысы болатын. Ендігі жерде ешқандай маңызы қалмаған белгілі бір себептерге байланысты кезінде ол Коринф түбінде тайсалмай соғысқан жау жүрек сарбаздарын қатарына қосыла алмады. Содан болар жауынгерлік өмірдің ащы тұшысын татпаққа ниет етіп, қолынан келгенше әрекет етіп, ортасынан өзгешеленгісі келеді де тұрады. Оңтүстік ісіне қатысты тіпті ең қарапайым өтініштің өзіне үлкен көңіл бөлетін. Махаббат пен әскери қызметте барлығына рұқсат деген қағидамен ең қауіпті деген нәрсеге де жол беретін. Күнделікті кештердің бірінде үй алдында отырған Факуэр мен әйелінен сұр формалы сарбаз жігіт су сұрай тоқтады. Факуэр ханым өз қолымен сусын әкелмекке үйге кіріп кетті. Әйелі кете сала шаң басқан сарбаздан майдандағы жағдай туралы сұрай бастады. Янкилер теміржолдарды қалыпқа келтіріп жатыр деді. Және жаңа шабуылға дайындалып жатыр деседі. Олар Жапалақ бұлағына дейін жетіп, көпірді жөндеп, жағадан бекіністер көтеріпті. Жан-жақтың бәрінде теміржол төсемдеріне, туннелдер мен құрамдарға зиян келтірген кез келген азамат сотталмастан бірден дарға асылады деген ескертпелер ілініп тасталған. Бұйрықты өз көзімен оқыдым. Ал ол көпірге дейін алыс па, деп сұрады Факуэр. Шамамен 30 шақырымдай. Біз жақ жағалауда күзетіле ме? Көпірдегі сақшы мен өзеннен жарты шақырым жерде күзетші ғана бар. Қарапайым тұрғын жолдағы күзетшілерге еш байқалмастан өткенмен қолынан не келеді дейсің, деді мысқыл аралас кекесін үнмен. Жолаушы біраз ойланып қалды. Осыдан бір ай бұрын мен сол жақта болып қайтқанмын. Есімде қалғаны қысқы су тасқыны кезінде біраз жүзбе қанаттар ағаш бөгетке келіп тірелген. Енді бөренелер кеуіп ісініп қалған екен. Осы сәтте Факуэр ханым да келіп жолаушыға сусын ұсынды. Ол да әдептілікпен алғысын айтып үй иесіне иілді де өз жолымен кете барды. Бір сағаттан кейін кеш қарайған сәтте әлгі адам плантацияның маңайынан қайта өтті. Ол федералдық әскердің тыңшысы болатын. Пейтон Факуэр көпірдің арасына құлап бара жатып есінен танып қалды. Тіпті өзін өліп кеткендей сезінді. Тамағына батқан қатты ауырсынудың кесірінен өзін буындырып жатқандай күй кешкен ол тап бір 1000 жылдан кейін оянғандай болды. Жанына батқан бойындағы азапты шаншу енді бүкіл денесіне тарап бара жатқандай. Ақылға сыймайтын жылдамдықпен белгілі бағыт бойынша жайылып жатқанға ұқсайды. Тұла бойы қайнағаны сонша тамырларында қан емес от ағып жатқандай. Басын қатты қызу мазаламағанымен қан құйылып гүлдеп тұрды. Бұл сезімдердің арасында ойлау процесі мүлдем жоқ. Сана өшіп тек сезім қалған. Дәл осы сезіне алу қабілеті оның ең үлкен азабына айналды. Алайда ол өзінің қозғалыста екендігін біледі. Тәннен жырақта. Тап бір алып маятниктің адам айтса наңғысыз үлкен доғадағы тербелісі секілді. Кенет күтпеген жерден үлкен күшпен жоғары көтерілді. Құлағын кәрлі үн бітеп, ызғар мен түнекте қалып қойды. Миы қайта іске қосылып, өзінің арқан үзілгеннен кейін суға құлаған түсінді. Су жұтып шашалып қалмаған екен.
себебі мойнындағы арқан өкпесіне су кіргізбей сақтап қалыпты. Су түбінде дарға асып өлтіру бұдан асқан қисынсыз әдіс бар ма екен? Қап-қара түнекте көзін ашқан сәтте байқағаны білінер-білінбес әлсіз жарық, тым алыс, қол жетпес қашықтықта. Жарықтың сәулесі одан әрі азайып бара жатқанына қарағанда, оның өзі де сөніп бара жатқан сияқты. Алайда кенет әлгі сәуле үлкейіп, одан әрі жарқырай түсті. Осы сәтте ол өзінің су бетіне қалқып шыққан күйінішпен түсінді. Өйткені ол өзінің тірі екендігіне көзі жетті. Кімді дарға асып, суға батырмай жатыр дейсің, бірақ мен енді ату жазасына кесілгім келмейді. Жоқ, мен атпайды. Бұл тым әділетсіз болар еді, деген ойда болды. Іс әрекетін ойланып жасамаса да, білегіне батқан ауырсынудан қолын шешпекке талпынып жатқандығын түсінді. Сиқыршы көрінісін тамашалап отырған еріккен көрермен секілді өз іс-әрекетін селкос бақылады. Не деген таңқаларлық ептілік десеңші. Адам сенгісіз алып күш, ғажап, керемет, арқан шешілді. Босанған қолдарын жарқыраған сәуледен әлі анық көре алар емес. Ендігі жерде мойнындағы арқанды шешпек болып жатқан қолдарының әрекетіне тең қойды. Қолдары арқанды шешті де жек көрінішпен ирелеңдеген құрсауын лақтырып жіберді. Қайта мойныма сал. Ол мойнын босатқан қолдарына дәл осы сөздерді айқайлай сұрап жатқандай. Себебі мойны шешілгеннен кейін азабы алдыңғысынан да төзгісіз еді. Мойны қиылып, басы оттай жанды. Әлі де әлсіз соққан жүрегі аузына тығылып, шығып кетердей болды. Денесі құрысып тырыса берді. Алайда көнбес қолдары оның бұйрығына бас имеді. Олар жоғары төмен қатты әрі шапшаң бұлғап, судың бетіне шықпаққа талпынып жатыр. Күннің сәулесі көзін байлап, өкпесін ауа толтырған кезде өзінің су бетіне шыққан түсінді. Денесінің әр нүктесін толықтай сезінді. Осыған дейін ұйқыда жатқан сезім мүшелері кенет оянған тәрізді. Бетін жауған өзен суының әрбір тамшысын сезініп ажырата алды. Орманды жағадағы әрбір талды, сол талдың шырайлы жапырағын, тіпті үстіндегі қыбырлаған жәндіктеріне дейін, торын торлаған сары өрмекшілерге дейін байқады. Шөпке біткен шықтардағы кемпірқосақтың жарқыраған түстерін көре алды. Бөктердегі шыбын шіркейдің ызыңы мен шегірткелердің шырылы, дене пішіні қайыққа ұқсас қоңыздың су бетіне секіргендегі дауысы бәрі бірге бір әуенге қосылғандай. Алдынан жүзіп өткен балықтың шалп-шулп еткені де назардан тыс қалмады. Су бетіне қалқып шыққан мезетте басының айналған сонша айналасы жылжып жатқандай көрінді. Содан соң беткейде қарауылда тұрған капитан, сержант және өзінің жаналғыштары екі сарбазды көрді. Олар айқайлап, Факуверді көрсете, қолдарын сермей берді. Капитан қолына пистолетін алды. Жай кезенгені болмаса ататын ойы жоқ, ал қалғандары қарусыз еді. Олардың жүріс-тұрысы ебедейсіз әрі қорқынышты боп көрінді. Кенет атылған оқтың дауысы естілді. 2-3 адым қашықтықта бірдеңе жойқын күшпен соғылып, суды бетіне бірақ шашыратты. Тағы да оқ атылды. Бұл жолы қосауыздан атқан сержант екен. Қайтадан көздеуіштен дәлдеуге көшіп, атпаққа әрекеттеніп жатқанын көрді. Көздеуіштен сержанттың сұр көзді екенін байқап, ең мықты деген сұр мергендердің бәрінің де көзінің түсі сұр болғандығын есіне алды. Бірақ бұл сұр көзді мерген мүлт кетті. Ағым Факуверді орманды жағаға қарай тартты. Артынан бұйыра айқайлаған дауыстың анықтығы сонша құлағын біткен судың сарылын да басып кетті. Факуер өзі әскери адам болмағанымен, әскери лагерге жиі барып тұрғандығының арқасында айтылып жатқан сөздердің маңызын түсіне алды. Рота командирі іске араласқан екен. Сарбаздарды сабырға шақырып, естерін жиғызып алу үшін тоқтап арнайы жиілікте айтылған суықта өктем сөздер. Рота, түзел, мылтық иыққа, дайындал, көзде, ат. Факуер қолынан келгенше тереңге сүңгуге тырысты. Судың іші азан-қазан болып, өзін Ниагара сарқырамасындағыдай сезді. Дегенмен діркіндеп атылған оқтың дыбысын естіді. Қайтадан жоғары көтеріле бергенінде жарқыраған металл бөліктерін көзі шалды.
біртүрлі жымырайған олар қалқып су түбіне кетіп жатты. Кейбіреулері оның бетіне де тиді. Жағасы мен мойнының арасына қыстырылып қалған бір оқ күйдіріп бара жатқан соң, ол оны бірден алып тастады. Тұншығып су бетіне қайта көтерілгенде астында ұзақ уақыт қалып қойғандығын түсінді. Қауіп қатерден алыстай түсіпті. Сарбаздар қаруларын оқтауды доғарыпты. Темір сүмбілері күнге шағылысып барып қайта ұңғысына кіргізілді. Сонда да әлгі екеуі өз беттерінше бір-екі оқ жіберді. Дегенмен нәтижесіз. Қашқын бұның бәрін иығынан көз тастай бақылай бара жатқанды. Міне енді ағынға ерік беруге болады. Санасы мен қол-аяғы бірдей күшпен алға ұмтылды. Ойы да ұшқырлана түскен. Лейтенант тапсырманы қатып қалған үлгі бойынша орындаймын деп қателік жіберді. Енді ол бұны қайталамас деп топшылады. Бір оқтан қашып құтылу мүмкін болса, 10 оқтан да құтылуға болады. Ол бәлкім жан-жаққа бағытсыз оқ жаудыруға бұйрық беріп қойған шығар. Адасқан оққа тап болу қаупі де бар. Кенет өзінен 2 адым қашықтықта су жарылып, екпінді дауыс естілді. Ол біртіндеп әлсіреп барып жағалауға қайтпас бұрын өзенді түгел шайқап кеткендей болды. Өзен суы толқынданып, оның көзін жауып, аузы мұрнына кіріп тұншықтырды. Ойынға зеңбіректі қосыпты. Су құрсауынан босана алмай жатқанында үстінен ядро зу ете ұшып өтті. Бір сәттен кейін арғы жақтан сынған ботақтардың даусы естілді. Олар енді батырадан жаудырмақ деген ойға келді. Зеңбіректің түтінінен көз жазбау керек. Дауыс біраз кешеуілдейді ғой. Зеңбіректері жақсақ екен. Аяқ астынан басы айналып, ұршықтай үйіріле бастады. Өзен, қос жағалау, орман, артта қалған көпір, бекініспен сарбаздар ротасы барлығы араласып бұлдырап кетті. Ненің не екендігін тек түр түсіне қарап айыруға болады. Бар байқай алғаны көлденең түстердің тоқтаусыз айналымы. Сөйтсе иірімге түсіп кеткен екен. Жылдам иіргендігі сонша жүрегі айнып, басы айналып кеткен екен. Шамалы секундтардан кейін иірім айналдырып әкеліп сол жақ жағалаудағы бір төмпекшіктің артына қарай лақтырып жіберді. Бұл бір жағынан жауларынан тасалануына жақсы көмек болды. Кенет тоқтап, тасқа ұрып жарақаттанған қолын сезген сәтте есін жиып, қуаныштан жылап жіберді. Қолын құмға тығып, жерді басқанына 1000 мәрте шүкіршілік етті. Құм түйіршіктері қауқардай, лағылдай, тіпті замартастай, әйтеуір әлемдегі барлық кереметтей жарқырай түсті. Тізіле біткен ағаштарға тамсана қарап, гүлдердің жұпар иісінен рахат алды. Ол тіпті қашуын доғармаққа да ниетті еді. Біреу-міреудің көзіне түспейінше осы бір ғажайып әлемнен айырылысы келмеді. Оны бұл тәтті қиялдан босатқан, жақындап қалған артиллерия даусы. Жаңағы зеңбірекші ызаланып, қоштасу есебінде жорамалдап оғатты. Дереу аяққа тұрып, орманға жасырынды. Кеш батқанша күнді бағдар етіп жүре берді. Орманның соңғы көрінбейді. Не ашық алаңқай, не аңшылардың жолы да кездеспеді. Өзінің осындай түкпірде тұратындығын енді түсінді. Бұл ашылымда бір үрей бар еді. Кешке таман шашаңғылық пен аштықтан бүкіл күш-қуатынан айырылды. Алайда әйелі бала шағасы туралы ойлап алға жүруге жігерленіп отырды. Әрең дегенде үлкен жолға түсіп, үйіне жақын қалғанын сезді. Жол қала көшелері секілді кең әрі түп-түзу екен. Бірақ ешкім жүрмейтінге ұқсайды. Екі жағынан алқап та көрінбейді. Құрылыстың да нышаны жоқ, тұрғындарынан да еш белгі жоқ. Жол бойы бірде-бір иттің үрісі естілмеді. Қатар тізілген қара талдар қорған іспеттес. Аспанға көз тастап, бір қызық орналасқан шоқ жұлдыздардан секем алды. Олар оған мүлдем таныс емес секілді. Бір жасырын қорқынышты сыр бардай. Орманнан жабайы үндерге қоса бір-екі рет бөтен тілде сыбдырласқандарды да құлағы шалды. Мойны қатты ауыра берген соң басып көрсе, дөмпиіп ісіп кеткен екен. Мойнында қап-қара арқанның ізі бар екендігін білетін. Көзі бадырайып, кірпік қақтарар емес. Шөлдегеннен тілі салақтап кетеді. Адам баспаған тас жолға біткен көк шөпті айтсаңшы,
тіпті оны да сезуден қалды. Қанша азаптанса да, жолда ұйықтап кеткен бе, әйтеуір көзін ашқандағы көрінісі мүлде басқаша, немесе жай шым-шытырық ұйқыдан оянғандай. Өз үйінің есігінің алдында тұр, бәрі қаз қалпында. Таңғы күннің сәулесіне шомып тұр. Шамасы түнімен тоқтаусыз жүрумен болған. Есікті итеріп ашып, бір-екі адым жасағаннан кейін жеңіл көйлекті көзі шалды. Балғында байыпты, сұп-сұлу әйелі қарсы алып, кіреберістен шығып келе жатыр. Баспалдақтың төменгі сатысында текті мінезіне, тән көркем күлкісімен күтіп тұр. Қандай керемет, құшағын кере әйеліне қарай беттеп келеді. Міне енді қойныма алмақ болған сәтте кенет мойнына жойқын соққы тиді. Жарқыраған аппақ сәуле көзін байлап, артынан бәрі қара түнекке айналды. Пейтон Факуэрдің өлі денесі Жапалақ өзенінің көпірінде бір қалыпты тербеліп тұрды.